көңілімізді қабыл алыңыздар иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадиси құдси бар. Көк пен жердің ішінде орын жоқ, шығып кетсін, басқа құдайды іздеп тауып алсын, Алланың берген өліміне сабыр етпесе деді. Иншалла. Арттарыңыздан жаңа Абджаппар ағамыз жақсы айтты. Осы Сансызбай ұстазымыздай, Яхия қаридай немере болса, ертеңгі шөберелеріңіз қари болып жатса, 10 адамнан әулетіңізді жетектеп тұрып жәннатқа кіргізеді. Жетектеп жәннатқа кіргізеді ағайындар. Сондықтан оқытыңыздар. Кеш емес, бәлки ертең кеш болып қалмасын. Ал енді сөз кезегін Сансызбай ұстазымыз өзінің отбасымен, мынау ағаларымен ұйғасып, сіздерге рахметін айтамыз деген екен. Кәне бисмилля. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Ассаламу алейкум, құрметті ағалар, апалар, бауырларым, ұстаздарым, мына алхамдулилля әріптестер, бәріңіз келіп дұға қылып жатсыздар. Дұғаларымызды Аллах тағала қабыл қылсын. Бәріміздің өткен әруақтарымызды, мархумаларымызды Аллах тағала өзінің рахматын алсын. Пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға Жабраил амин келіп айтады. Білесіздер, Жабраил алейхиссалам бұл бүкіл пайғамбарларға Аллах тағаланың уахиін алып келген періште. Мусаға Тауратты, Дауудқа Забурды, Исаға Инжилді, пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға Құран-ы Кәрімді Алланың әміріменен, Алланың уахиін алып келе тұрған аспан әмині, сенімдісі келіп пайғамбарым Мұхаммад алейхиссалам айтады. Я Мұхаммад ишмашит. Ей Мұхаммад алейхиссалам, қалай өмір сүрсең, солай өмір сүр, сен бірақ бұл дүниеден өтесің. Не істесең, соны істе, бірақ Алланың алдында жауап бересің. Кімді жақсы көрсең, соны жақсы көр, бірақ одан сен ажыраласың, айырыласың. Білгін, момынның шарафы ол түнде тұрып тахаджуд намаз оқуы, момынның азиз болуы біреуден бір нәрсе сұрамауы деген екен. Міне Абджаппар көкем айтты жаңағы. Атам апарып Абджаппар көкеме таныстырғанда, сөйтіп ілім оқимыз деп, ол 90-шы жылдар еді. Құдайға шүкір, ағамыздың, ұстазымнан көп еңбегі бар. Алла разы болсын. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтады ғой: "Узкуру махасина маутикум", өткендеріңнің тек қана жақсылығын еске алыңдар деп. Сонда атама келіп, ата, мынау өзімнен кейін екі қарындасым бар, Шынар, Шолпан деген. Осыларды да оқуға алып кетейін. Шолпанды дегенде атам марқұм айтқан, екеуін алып кетпейсің, екеуін алып кет деді. Бірақ кімге нәсіп етеді? Ал біреуге нәсіп етсе, оның қадіріне кім жетеді? Оны бір ғана бір Алла біледі. Қадіріне жеткен адамды Аллах тағала қадірлейді. Ал қадіріне жетпеген адамның ол өзіне несі әртеде кеш емес. Бұл дінді оқу үшін есіктің бәрі ашық. Таңертең тұрып, ең бақытты күндер екен қарасақ, таң сәріде ауыз бекіткенде әкең мен шешеңнің алдында тұрып, ауызды бекіту, әкең мен шешеңнің алдында отырып, солардың дұғасына қатысып, ауызды ашу, бұдан өткен бақыт жоқ екен. Таң сәріде тұрып, ауызды бекітіп атқанда, атам, апаммен бірге Юсуф алейхиссаламның қыссасын айтып беретін. Олар сүйсініп тыңдайтын еді. Бірақ не? Бұл дүние сондай екен. Бұл дүние сол қуанышпенен қайғысы, қызығыменен қиыны бірге келе тұрған нәрсе екен. Пайғамбар алейхиссаламды еске алғанымызда өзімізді алхамдулилля жұбатамыз. Жетімдер жетіммін деп, ата-ананың мейіріміне той алмай қалдым деп жыламасын. Пайғамбар алейхиссалам ананың құрсағында болғанда өзінің әзиз әкесінен айырылды. Енді ананың мейіріміне,
құштар болып тұрғанда 6 жасында өзінің туған анасынан айырылды. 8 жасқа келгенде атасынан айырылды. Қиын жағдай болып тұрғанда өзінің жұбайы Хадиша анамыздан айырылды. Перзенттерінен айырылғандар, перзентімнен айырылдым деп жыламасын. Пайғамбар алейхиссалам ол жұбатушы, көзінің тірісінде өзінің 3 ұлынан 3 қызынан айырылды. Сондықтан Құран-ы Кәрімде Раббымыз айтады: "Валанаблуаннакум бишайин минал хауфи вал жуъ, ва нақси минал амвали ва анфуси ва самарат, ва башширис сабирин." Біз сендерді сынаймыз бір нәрсемен, жоқтықпен, жеміс-жидектеріңді кемейтуменен, малдарыңды азайтуменен, туған туысқандарыңнан айыруменен. Осындай қиындық жеткенде сабыр қылушы пенделерге қуаныш хабар бер. Аллазина иза асабатхум мусибатун, оларға бір қайғы қасірет келгенде, қару инна лилла, біз Алланың мүлкіміз. Ешкім бұл дүниеге өз еркімен келмейді. Ешкім бұл дүниеден өз еркімен кетпейді. Біз Алланың мүлкіміз. Біз Аллаға қайтамыз дейді. Улайка алейхимус салавату мин раббихим ва рахма. Міне оларға Алланың рахматы, кеңшілігі болады. Міне олар тура жолдағылар дейді. Міне өткендерімізге, соның ішінде ата-анама, Гүлхан апама Аллах Тағала рахматын жаусын. Анам да қанша оқуға барам дегенде ешқандай қарсылық қылмай, киімімді жуып, ақшамызды жаңағы бара тұрған жастықтың астына қойып қоятын. Мынау 97 жылы келген кезде бір қарыз болып келдім. Үйленіп кетсем дегенде апам тұрып, сол кезде мына Төлеген ағам бар, Жарылқасын ағам бар, Серікбай ағам бар. Мына бала оқуға кетеді деп, сол жердегі қойдың 80 қойды сатқызып, сол пұлын міне иншалла Алла жолына міне жұмсаған едім. Ол кісіге міне қызмет ете алмай қалдық енді. Ол кісіге міне ұстаздарымыздың айтуыменен, жігіттердің есіменен, мынау шәкірттерімізбенен, бір әріптестерімізбен біргелікті алхамдулилля, Ақтөбенің жамааты, жігіттерімен бірге үлкен нәрсе, анамды қажылыққа барды. Соған бір өзіме бір жұбатушы. Қажылыққа барған кезімде алдын бір жамылдың бір жігіті аға келіп, жылап келді. Рахымжан деген. Аға неге жылайсыз дегенде айтады: Байтуллаға барып, Маққаны, Байтулланы туап қылуға шыққан едім. Бір адам кәләске салып анасын айналдырып жатыр екен. Сонда айттым: бауырым, мынау анаңды мен де бір айналдырайыншы, маған да сауап болсыншы деді. Сұраған едім, берді дейді. Кәләскені ұстаған кезде мен еңіреп жылай бердім дейді. Менде мал мүлік болды. Бірақ Құдай маған ақыл бермеді. Ата-анамды мен қажылыққа алып келе алмадым. Ата-анам кетіп қалды. Енді өз ағасын ағыла алмаған, өзге біреудің ағасын жағалайды деп, өз ата-анамды осындай қызмет ете алмай, біреудің ата-анасы маған таңсық болып отқанына жылаймын деп өксіп, соны айтты. Осы нәрсені айтқанымда жүрегінде иманы бар, көзінде оты бар жігіттердің көбі ата-анасы неге апарды, қажылыққа барды. Мына құрметті жамаат, ең үлкен нәрсе, Құранға қарасақ, Аллах Тағала өзіме бойсын, Расулыма бойсын десе, және де не дейді? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Алла үкім қылды, бір ғана өзіне құлшылық қылуды, және де ата-анаға жақсылық қылуды. Міне ата-анасы бар адамдар бақытты. Сондықтан бұның қадіріне жету керек. Өзіміздің ақынымыз білесіздер, Майлы Қожаны бір састыру үшін айтқан екен: сүйген жар татты ма, ұрпақ татты ма, жоқ әлде ана татты ма,
жан татты ма деген екен. Сонда айтқан екен Майлы қожа. Өмірді ойласаң жар татты, ұрпағыңды ойласаң ұл татты, шариғатты ойласаң ана татты, біле берсең бәрінен жан татты деген екен. Сондықтан мына құрмет жамаат, келгендеріңізге көп рахмет. Мына ұстаздарымыз келіп отыр мына иншалла, шәкірттеріміз келіп отыр мына, имамдарымыз мына иншалла, ілімді болса да кіші пейілдікпенен ұстазымыз дейді. Мына біргелікте мына иншалла қызмет етіп жатыр мына Батырбек бауырымыз мына. Бұл да иншалла өзінің анасындай барлық мына достарым қайғырып мына анамызға дуа қылып жатыр. Аллах тағала қабыл қылсын иншалла. Барлығыңыздың иншалла жақсылықтарыңызда, тойларыңызда болайық. Біргелікте иншалла бәріміз қажылықта болайық. Аллах тағала бәрімізді тек қана мына жақсылыққа жинасын. Келгендеріңізге мына құда болсын, жекжат, ағайын, туыс, достар, және сіздерге айтамын, көп рахмет. Бәріңізден Аллах тағала разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Рахмет ұстаз, Алла разы болсын. Өлімнен құтылмайсың қашсаң дағы, әкеңнен арыстандай ассаң дағы, Алладан шыныменен жарлық келсе, жұлдыз да жерге түсер аспандағы дейді. Өлді деп бар ма, өлімін деп бар дейтін қазақ емес пе едік. Құран оқып содан кейін иншалла ас мәзірін жабық деп жариялайық. Бисмилля.